Келіңдер балалар, жетілақ ертегісін бірге тыңдайық. Ертегі тыңда балақай, құлағыңды сал мұқият. Ормандағы бір үйде болған екен бір ғажап. Жасыл орман ішінде кішкентай бір үй барды. Ешкі ана сол үйде жетті лақпен тұрады. Лақтары аппақ еді, секіріп ойнап күлерді. Анасы оларды жақсы көріп ертеге айтып берерді. Бір-екі, жеті лақ, көңілдегі аппақ ақ. Анамызды тыңдаймыз, әрқашанда сақ болсақ. Бір күні ешкі ана азығы іздеп жолға шықты. Үйде отырыңдар лақтарым, есікті ашпаңдар мықты. Қасқыр келсе алданып, ашып қоймаңдар есікті. Мен келгенде даусымды танысыңдар бесікті. Бір-екі, жеті лақ, тату тәтті аппақ ақ. Бөттенге біз сенбейміз, әрқашанда сақ болсақ. Анасы кетіп қалған соң тіктір кетті есікте. Қасқыр келді сыбырлап, аш балалар тезіректе. Даусы қатты қорқынышты, тырнағы да қара екен. Лақтар айтты бірден ақ, Бұл анамыз емес екен. ашпаймыз біз есікті. Анамыз жұмсақ сөйлейді, табаны да аппақ, қой ал сеніңкі қара дейді. Қасқыр ашуланып кетті, айласын ойлап тапты да. Un сеуіп ақтамын, даусын жұмсарты тағы да. Бір-екі, жеті лақ, қорықсақ та тұрдық нақ. Ақылменен іс қылсақ, қиындықтан шығамыз ақ. Қасқыр қайта келді енді, даусы тәтті жұмсақты. Лақтар сеніп қалды да, есікті ашып тастапты. Қасқыр кірді тарпа бас салып, лақтар қашты тығылып. Бір шкаф, бір төсек, бір пешке тығылып. Алты лақты жұтып ап, қасқыр кетіп қалады. Ең кішкентай жетінші лақ сағатта тығылып қалады. Үй тым-тырыс болып қалды, күнде батып барады. Сол кезде ешкі ана үйіне қарай ағады. Бір-екі, жеті лақ, ана келді жүрек ақ. Балаларын іздеді, көзіне жас толып ақ. Қайда менің лақтарым? Келіңдер балалар, бауырсақ ертегісін жаңаша түрде қарайық. Бір үйде ата әжі, тыныш қана таң атты. Әжім қамыр илеп жатыр, тәтті иіс аңқып жатты. Немереге қуаныш, бауырсақ пісін бүгін. Болсын ән мен шаттық тыс. Сумай бәрі қосылды, домалақ боп жаралды. Пештің іші жылы екен, бауырсақ сонда қызарды. Сары түсті жылтыр бет, күн секілді жарқырай. Терезеден сыртқа қарап арман қуды домалай. Атамнан да қаштым мен, әжімнен де қаштым мен. Домалаймын, тоқтай қойдым, бауырсақпын шат күлген. Жолым ұзақ, әлем кең, алға қарай кеттім мен. Домала, домала ән салам, бақыт іздеп кеттім мен. Шөптер тербеп жол ашты, күн күліп тұр жоғары. Мен еркінмін деді де, әнін айтты тағы да. Құстар ұшты үстімен, желде бірге жарысты. Бауырсақтың көңілі қуанышқа толысты. Қоян шықты секіріп, Бауырсақ мен ашпын ғой. тыңда менің әнімді, көңілденіп қалшы ой. Қоян тыңдап тұрып қалды, бауырсақ кетті домалап. Жетпейсің маған досым, ай мен кеттім алға ән салып. Атамнан да қаштым мен, әжімнен де қаштым мен. Қояннан да қаштым мен, бауырсақпын шат күлген. Домала, домала, жолым алыс далада. Әнімменен қорғанам, қорықпаймын мен алдада. Қасқыр шықты жол тосып, көзін қадап ырылдап. Қайда барасың бауыр
бауырсақ тыңда әнімді жыр тыңдап. Әнін айтып болған соң қасқыр қалды аң-таң боп. Ал бауырсақ домалап кете барды алға шап. Ай шықты қорбаңдап, орман іші жаңғырды. Кішкентайсың, тәттісің, бірақ әнің таң қалғырды. Бауырсақта тоқтамай әнін тағы шырқады. Ай қолың бұлғады, ал бауырсақ сырғыды. Атамнан да қаштым мен, әжімнен де қаштым мен. Қасқырдан да аюдан домалап мен өттім мен. Менің бауырсақ көңілді, әнім менің өмірлі. Домала, домала алға кет, арманым көп, жолым көп. Түлкі келді жайғана, дауысы да жұмсақты. Әнің қандай әдемі, құлағымды тыңдатты. Жақын кетші деді ол, әніңді тағы айтшы да. Бауырсақ ойланды да, сабақ алды ақырда. Бауырсақ түсінді бір сәт, әр сөзге сене бермеу. Ақылды бол досыма, ертегіден осы түйін. Әнмен біткен ертеген, ақылды болсақ бол да, жүрегіңде болсын шат. Әже, бізге ертегі айтып берші. Жарайды балаларым, қандай ертегі айтып берейін? Мақта қыз ертегісін айтып берші, әже. Жарайды балалар, ертегіні бастамас бұрын арнаға жазылып алыңдар балалар. Ертеде бір үйде Мақта қыз деген қыз өмір сүріпті. Мақта қыздың сүйкімді аппақ жүнді мысығы болыпты. Мақта қыз бір күні үйін сыпырып жүріп, еденнен мейіз тауып алып, мысығымды шақырсам ба екен, әлде өзім жей салайын ба? Мысығым. Мысық оған қарамай кетіп қалады. Мысығы келмегеніне көңілі түсіп, Мақта қыз ойланып отырып қалады. Шақырсам да келмеді ғой, мейлі өзім жей салайыншы. Деп Мақта қыз мейізді жеп қояды. Мақта қыз мейізді жеп қойған соң мысық келеді де: Мақта қыз, мені неге шақырдың? Ештеңе емес, жай шақырғанмын. Мысық ашуланып: Айтпасаң, қатығыңды төгемін. Мысық ашуланып, ыдысты итеріп, қатықты төгіп жіберді. Мақта қыз мысықтың бұл ісіне ашуланып, құйрығын кесіп алады. Ал мысық, енді көрдің бе? Мысық өз ісіне өкініп былай дейді: Мақта қыз, мені кешірші, құйрығымды қайтаршы. Қатығымды қайтарсаң, құйрығыңды беремін. Мысық көңіл күйі түсіп, ойлана қорадағы сиырға баруды ұйғарады. Сиыр апа, маған қатық берші. Мен ашпын, қатық алу үшін маған жапырақ алып келіп бер. Жарайды, қазір әкелемін. Ағаш аға, маған жапырақ берші. Шөлдеп тұрмын, су берсең жапырағымнан берейін. Қыздар, маған бір шелек су беріңіздерші. Онда сен бізге сағыз алып келіп бер. Содан мысық дүкеншіге барады. Дүкенші, маған сағыз берші. Жоқ, мен саған сағызды тегін бере алмаймын, орнына жұмыртқа әкелсең жарайды. Тауық апа, маған жұмыртқа берші. Орнына сен маған бидай алып келіп бер. Қап білім ұсталдың ба? Қане, үйіңде бидай бар ма? Алып шығып бер. Ой-бой, бұл бәле қайдан шықты? Қой, бидайды беріп сытылып кетейін, жаз бойы жиғаным еді ау. Тышқан бидайды мысыққа береді. Мысық бидайды алып тауыққа барады. Мысық бидайды тауыққа береді, тауық жұмыртқасын береді, жұмыртқаны алып мысық дүкеншіге барады. Мысық жұмыртқаны дүкеншіге береді, дүкенші мысыққа сағыз береді, сағызды алып қыздарға жол тартады. Міне қыздар, сендерге сағыз алып келдім. Міне ала Деп мысық қыздарға сағыз, қыздар оған бір шелек су береді. Мысық қыздардан су алып ағашқа алып келіп береді, ағаш оған жапырақ береді, жапырақты алып сиырға барады. Мінекей сиыр апа, сізге жапырақтар алып келдім, енді маған қатық бересіз бе? Рахмет саған мысық, міне саған қатық. Рахмет сиыр. Деп мысық Мақта қызға баруға жолға шығады. Мақта қыз, міне қатығың, енді маған құйрығымды қайтарып берші, өтініш. Иә, әрине мысық. Мақта қыз мысыққа құйрығын жалғап береді. Мысық құйрығын ары бері бұлғандатып қуанады. Мақта қыз бен мысық екеуі қайта достасып кетеді. Міне балалар, ертегі осымен тәмам. Ертегі ұнады ма балаларым? Иә, өте қатты ұнады, әжетай. Ал сендерге ше балалар, ертеңгі ұнады ма? Ұнаған болса арнамызға жазылып, лайк баса қойыңдар.